Қайырлы күн барша оқырман. Бүгін біз сіздермен яғни бүлдірген қосылған үй жағдайында өте жеңіл, бестің шайына жақсы кететін бүлдірген қосылған пирогты менімен бірге дайындаңыздар. Ортасын сондай көргендеріңізде жұмсақ, балғын, бір шайда жоқ болатын пирогты менімен бірге дайындаңыздар. Былай қарасаңыздар бүлдіргеннен жасалды деп ешқалай айта алмайсыздар. Барлық видеода көрсетілген толық құрамды төмендегі описание бөлімге толық қанды жазып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен бізге үй жағдайында творог керек болады. Творог, яғни сүзбе, бұл жерде менде құрғақ үй жағдайындағы домашний сүзбе. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды, 20% қаймағымызды салып, содан соң бүлдіргенімізді салып, сіздерде егер бүлдірген болмаса, қарақат болмаса өз қалауыңызға қарай түрлі жемістерді қоссаңыз болады. Содан соң блендердің көмегімен толыққанды біркелкі масса болғанша барлық салған құрамды толыққанды араластырып езіп аламыз. Яғни бүлдіргенімізді езілу керек, дәл осы видеода көрсетілгендей. Дәл осылай ірмек болып езіледі. Бұл жерде менде ірмек көп тұрған себебі, яғни творогымыз, яғни сүзбеміз үйдің сүзбесі болғандықтан. Содан соң үстіне манная кашымызды қосамыз, яғни жармамызды қосамыз. Жарма дегеніміз манная каша толыққанды қосып болған соң күрекшінің көмегімен дәл осылай қантымызды қосып, тағы да бір жақсылап тұрып қантымыз ортасына кіріп толыққанды ерігенше массада күрекшінің көмегімен араластырып аламыз. Араластырылған массамыз дәл осылай 20 минутқа тындыруға қоямыз. Себебі сол аралықта жармамыз өзі 2 есе ұлғайып өсетін болады. Содан соң жұмыртқамыздың үстіне, бөлме температурасындағы жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен 2 есе масса ұлғайып көпіргенше толыққанды араластырып аламыз. Дәл осылай 2 есе масса ұлғайып көпіргеннен кейін бөлме температурасындағы сармайымызды қосып, венчиктің көмегімен толыққанды қолымызбен жақсылап тұрып сармайымыз массада ерігенше араластырып аламыз. Дәл осылай венчиктің көмегімен араластырып болған соң үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Болмаса содамызды салып жасауға болады. Ұнды біркелкі дәл осылай қасықтың көмегімен, електен өткізілген ұнымызды біркелкі қасықтың көмегімен саламыз. Содан соң массаны дайындап аламыз. Масса осылай қоймалжың болып дайындалады бізде. Қамырдың массасы. Содан соң қасықтың көмегімен болмаса күрекшінің көмегімен салып, дәл осылай біркелкі айналарына толтырып, орналастырып шығамыз. Толыққанды масса орналастырылғаннан кейін дәл осылай қағып біркелкі оның үстіне салмамызды саламыз. Салмамыз жаңа бүлдіргеннің салмасынан жасалған салмамыз. Көрсеңіздер, жармамыз 2 есе ұлғайып, салмамыз көтерілген. Толыққанды дәл осылай салмамызды салып болған соң, осылай біркелкі дұрыстап алу үшін екі жағынан соғып қалпына келтіреміз. Бетіне қалауыңызға қарай бүлдірген, қарақат, неше түрлі құлпынай жемістерді салсаңыздар болады. Өз қалауыңызға қарай неше түрлі жеміспен дайындасаңыз болады. Дәл осылай 180 градуста қызып тұрған пеште бүлдірген қосылған пирогымыз тәп-тәтті болып дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ортасындағы салмасы дәл қалай піскен сіздерде видеода анық көрсетілгендей. Дәл осылай жұмсақ болып ауызда бірден салғанда еритін дәмді бүлдірген қосылған пирогымыз дайын болды. Менімен бірге дайындаңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.